Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Енді Қазақстанда тұрақты тұруға рұқсат сұраған шетелдіктерге шетелдік төлқұжаттың болуы міндеттеледі. Ішкі істер министрлігі қолданыстағы заңнамаға тұрақты тұруға рұқсат беру ережелерін заңдастыруға тиісті өзгерістер енгізілді деп хабарлайды politsiya.kz. Дәл қазір халықаралық паспорт шетел азаматтығын немесе азаматтығы жоқ адамдардың жеке басын куәландыратын және оны құқықтық мәртебесін растаған құжат болуы саналады. Енді шетелдік тұрақты тұруға өтініш берген күні жарамдылық мерзімі кемінде 180 күн тізбелі күн бойынша тиісті шетелдік төлқұжат ұсынуы керек. Уақытша тұруға рұқсат алу үшін енді пәтер иесінің атына сенімхат, меншік иесінің натуралдық куәландырылған кесілімі қажет. Сонымен қатар, шетелдіктерді рұқсатқа алу үшін кезінде көрсетілетін мекен-жайда енді тіркеу коды болуы керек. Бұл шарада шетелдіктерді жалған мекен-жайлар бойынша тіркеле алмаулары үшін жасалып отыр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де басқа да жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырыңыздар.